балада мотивация өте күшті ашылды. Жаңа мектеп, жаңа үлгіде, сынып таза, сыныптарында интерактивный тақтада новый барлығы. Жалпы соңғы үлгіде салынғаны көрініп тұр. Өзім де қуаныштымын. Сабағын бұрында да 5-ке оқитын еді, қазір одан да жақсы оқиды, ынтасы күшті қызымның. Біз осыған дейін 13-ші шағын аудандағы 21-ші мектепке қатынап келдік. Біздің өзімізде мектеп болмағаннан кейін сол жаққа қатынадық. Кішкене қиындау болды. Әсіресе қысты күндері енді маршруттар енді қатынап жатыр. Жалпы жаяу баратын едік. Бұл Ақтау қаласындағы 17-ші шағын аудандағы алғашқы салынған мектебіміз. Оқушылар үшін, мұғалімдер үшін барлық жағдай жасалған. Инфрақұрылымы өте ыңғайлы. Бұл мектебіміз білім саласына жасалған үлкен инвестиция. Мектебімізде ерекше білімді қажет ететін балалар үшін арнайы кабинеттер қарастырылған, инклюзив білім беру, логопед, сенсорлық кабинет, дефектолог кабинеттері. Олардың да барлық осы қызметтеріне қажетті мүмкіндіктер жасалған. Химия кабинетінде заманауи барлық жабдықтармен жабдықталған өте кең кабинет және де лабораториялық зертханалық жұмыс жасауға барлық жабдықтар бар. Яғни оқушыларға көрсетуге, мысалға химиялық элементтердің суреттері, бейнеленген суреттерден бөлек қолмен ұстап көруге болатын бүкіл құрал жабдықтар бар. Отыратын орындықтардың өзі ыңғайлы, мұғалімдердің әр кабинетте принтер, компьютер жаңадан жабдықталған. Барлығын өзімізге керек кезде қолдана аламыз.